сол Столыпиннің реформасының ең бірінші Столыпинның реформасына жалпы қарсы шыққан осы Мұстафа Шоқай болатын да, мысалға. Ол алашордалықтармен жағдай өтте жақсы қарым-қатынаста болды. Негізі шетелге бұны жіберген Әлихандардың өздері дегенде сыбыстар болу қаншалықты рас екенін білмеймін. Енді қараңыздар, Столыпинның кезінде Мұстафа Шоқайды не үшін айтып отқанын қазір өшірі түсінесіздер. Қараңдар, 1907 жылы реформа болады. Біздің жерлер кете бастайды. Жаңа сіз айтқандай ашаршылық жібере бастайды. Мысалға, әдейі жасалып отқан дүние бұл. Неге? Себебі қазақ өмір бойы тәрбиені ата әжеден алған. Ең басты мақсат қазақтың қаймақтарын, жаңағы Әлихандарды айтып отырық қой. На самом деле қазақтың қаймақтары ата әжесі болды қазақтың. Ашаршылық жібереді, ең кететін кім бірінші? Иммунитет нашарлар. Иммунитет кімде нашар? Ата әже. Болды, кетті. Одан кейін баратта неде жаңағыдай ашаршылықтан кейін сол ата әжеден тәрбие алып өскендерді әйтеуір алып бағандарды 37-38 қырып тастайды, айтқандай аямады, мысалға, аямады. Одан кейін 41 жыл соғыс болғанда сол әйтеуір қалдау толковыйлар дегендерді алтта соғыс алып кетті. Болды, қазақта ешкім жоқ. Действительно, ешкім жоқ. Бұл кімің бар? Содан кейін барды да таң өндіретін кезінде мынандай әңгіме болды да: вас там будет ожидать дикий народ, который не умеет ни писать, ни читать. Деп бәрін біздің елді осылай жүріп, расында солай болды. Келді, барлығы демейін, 80% халық сондай болды. Сондай халық күтіп алды келгендерді. Неге? Себебі соған жеткізді да, жаңа тамырын қиды тарихтың. Ешкімді қалдырған жоқ. Қазақты мақсат, қазақты дүбара қылу, қазақты мәдениетінен айыру, тілінен айыру, білімнен айыру, дінінен айыру. Осыған жұмыс істеді да. Осыған жұмыс істеп, соңында келді да, қазір біз қандай сөз естіп жүрміз? Мы вас научили писать, мы вас научили читать деген әңгімесі жүрді да. Ар жағын айтпайды да. Мұстафа Шоқай шетелге кетпегенде біраз еңбек тастап кетпейтін еді да. Бізге оқитынше, біз оқып, осылай болған екен ғой деген сияқты оқитын еңбек бізге тастамайтын еді да, мысалға. Ал Мұстафа Шоқайда солардың көп алашордалықтардың бірі атылып кететін еді да. Біз мүлдем дымсыз қалатын едік. Сондықтан бұл жерде жаңағы айтып отқан Мұстафа Шоқайды неге айттым деймін? Именно Мұстафа Шоқайдың еңбектерін негізі енгізу керек. Көптеп, өте көптеп енгізу керек. Әдебиетің болсын, тарихың болсын. Қазақтың жалпы, біз алашордалықтар жоғары қоямыз ғой әрдайым, алашордалықтар деп шыққандарымыз жоғары қоямыз. Сол сияқты Мұстафа Шоқайды да солармен бір деңгейде болмаса да, әйтеуір солардың бір қатарына қою керек.